Испанияда ұшатын такси қолданысқа ене бастады. Қалааралық әуе көлігі 200 шақырымды небәрі 4 минутта еңсереді екен. Бұл такси ұшақтардың тағы бір артықшылығы электрден қуат алады, яғни қоршаған ортаға зияны жоқ екен. Испаниялық Майорка қаласы мен Ибица аралы арасында ұшатын такси қатынай бастапты. Жеке көлік компаниясы өнімнің қызметі арзан емес. Таксидегі орын саны 5, бір жолаушы 710 евро төлейді. Бұл шамамен 342 мың теңге екен. Пилоттық жобаны бастау үшін мамандар 5 жыл бойы тер төккен. Қауіпсіздік өз алдына. Ұшатын таксилердің логистикасын ұйымдастыру да аса шеберлікті талап етті. Мамандар мұны интеллектуалдық транспорт түріне жатқызып отыр. Өйткені көлікті құрастыру кезінде аэроғарыштық технологиялар мен инновациялық шешімдерді қолданған екен.